Мемлекеттік қызметке іріктеу процесі e-қызмет жүйесі арқылы онлайн форматта жүргізіледі. Жалпы конкурс мерзімі 5-7 жұмыс күнін құрайды. Конкурсқа қатысу үшін кандидаттар мемлекеттік тілді, заңнаманы білуге арналған тестілеуден, сондай-ақ жеке қасиеттерін бағалаудан өтеді. Тестілеуді e-қызмет.gov.kz сайтында тапсыру қажет. Заңнамалық тестілеу 4 заңды қамтиды. Конкурсқа қатысу үшін заңнамалық тестілеудің шектік балын жинау қажет. Жеке қасиеттерді бағалау тесті 3 бағдарлама бойынша жүргізіледі. Тесті тапсырғаннан кейін кандидаттар 1 жыл ішінде бірнеше конкурсқа қатыса алады. Бос лауазымға орналасу конкурсына жеке қасиеттер бойынша ең жоғары нәтиже көрсеткен үздік 5 кандидат өтеді. Конкурс кезеңдері лауазымға байланысты. Басшылық лауазымдарға үміткерлер онлайн режимде эссе жазады, онлайн әңгімелесуден өтеді. Басқа лауазымдарға үміткерлер қашықтан практикалық тапсырманы орындайды. Барлық процесс ашық, онлайн және автоматты түрде бағаланады. Ең жоғары жиынтық балл жинаған кандидат жеңімпаз атанады.